Солтүстік Қазақстан облысының энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасының басшысы болған Бақыт Ильясов бюджет қаражатын жымқырды деген күдікпен тергеліп жатыр. Бұдан бөлек коммунхоз коммуналдық кәсіпорынның басшылары мен жол құрылыс компаниясының басшылығына қатысты пара беру мен алу фактілері бойынша қылмыстық іс тергелуде. Айта кетейік, Бақыт Ильясов 3 айдан бері қоғам назарынан тыс қалған болатын. Ал президент сайлау күні оны уақытша ұстау изоляторында дауыс бергенін кейбір бұқаралық ақпарат құралдары жариялаған. Содан кейін бірақ жемқорлыққа қарсы қызмет ресми мәлімдеме жасады. Лауазымды тұлғалардың Петропавл қаласының әкімдігінде жұмыс істеген 2021 жылы Петропавл қаласының әкімдігінде жұмыс істеген уақытындағы қылмыстар бойынша тергелуде. Қазіргі таңда аталған лауазымды тұлғалар тергеу сотының санкциясымен қамауда. Қалған ақпарат тергеудің мүддесінде және Қазақстан Республикасының қылмыстық процессуалдық кодексінің 201 бабына сәйкес айтылмайды, қазір айта алмаймын.